Барлықтарыңызға сәлем. Жалпы соңғы кездері қоғамда дұрыс тамақтану тақырыбы жиі талқыланып жатыр, бірақ та көбіміз әлі бұл туралы толығымен дұрыс білмейміз. Сол себепті бүгін мен сіздерге көбіміз пайдалы деп ойлайтын, бірақ негізінде пайдалылығы шамалы, тіпті кейде зиян болып табылатын кейбір азық-түлік өнімдері туралы айтып беретін боламын. Бүгін біз талқылайтын ең бірінші азық-түлік өнімі ол фитнес батончиктер. Оларды шығаратын компаниялар өз өнімін былай жарнамалайды: фитнес батончиктер өте калориялығы аз, бірақ энергияны жақсы береді деп айтып жатады. Бірақ шын мәнінде бұндай батончиктердің құрамында көбінесе пальма майы және де өте көп мөлшерде қант болады. Қант рационда болу керек, бірақ оны өте көп мөлшерде пайдалану өте зиян екендігі түсінікті. Ол туралы мен толығырақ өткен жолғы бір видеомда айтқан болатынмын. Ал пальма майы дегеніміз не? Пальма майы көбінесе жануар текті пальмитин майы болып табылады. Ал оның рационда көп болуы қанымызда холестериннің деңгейін жоғарылатады. Ал холестериннің қанымызда көп болуы атеросклероз деген ауруға алып келеді. Біз пайдалы деп ойлайтын екінші өнім ол әртүрлі йогурттар. Йогурттарды біз пайдалы деп ойлап, түнде жатардың алдында ішіп жатамыз, немесе балдарымызға алып беріп жатамыз. Бірақ шын мәнінде байқасаңыздар, йогурттар өте тәтті болады. Не үшін? Өйткені олардың құрамында өте көп қант болуы мүмкін. Ал қант ол негізі шыны керек өте зиян өнім. Келесі өнім ол әртүрлі коробкалардағы натуральный соктар. Олар шығаратын компанияларда маркетингті өте жақсы жүргізіп, өзінің өнімін өте пайдалы деп жарнамалайды. Мысалға, оның құрамында өте көп витамин С, немесе тағы да басқа витаминдер бар деп, тағысын тағы да жарнамалап жататын естиміз. Бірақ шын мәнінде бұл жерде олардың пайдасынан зиянның көбірек екенін түсінуіміз керек. Себебі бұндай соктардың да құрамында өте көп қант болады, сонымен қатар әртүрлі химиялық қоспалардың да болатындығын білесіздер. Егер витаминдерге бай тамақтарды жегіңіз келсе, бұндай сокты алып ішкенше кәдімгі алма, алмұрт немесе басқа да көкөністер мен жемістерді алып жегеніңіз дұрысырақ болады. Сонымен сіздермен бірге болған мен Шарықтау Заңғар. Ең бастысы білімдеріңіз шарықтасын.